Сәлеметсіздер ма? Ал менің достарым, мен бүгін сіздерге 2021 жылмен құттықтаймын. Кіріп келген жаңа жылымыз біздерге жақсылық әкелсін, табыс әкелсін, денсаулық болып, елімізде жақсылық болсын. Әрбіреулеріңіздің үйлеріңізге жақсылық, бақыт тілеймін. Енді мен бүгін сіздерге ең оңай және ең тез жасалатын кремнің рецептісімен бөлісемін. Ол крем-чиз. Бірінші оған міндетті түрде бізге творожный сыр керек. Жаңа көрсеткенде творожный сыр холодильниктен аламыз. Оның үстіне қант ұнтағын міндетті түрде осындай електен өткіземіз. Електен өткізбесек, қант ұнтағының ішінде түйіршіктер көп болады. Бұл кремнің ішіне барғанда езілмей қалады. Міне, біз творожный сыр мен қанттың ұнтағын екеуін миксерлеп аламыз. Қандай миксермен де болса да жасауға болады бұл кремді. Бұны біз қатты жылдамдықпен керегі жоқ, жай жылдамдықпен ғана араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай миксердің күрекшесіндегіні кремді сәл көтеріп, қайтадан воздухта миксерлесек, ішінен түсіп қалады күректің үстінен. Міне енді осыған холодильниктен шыққан сливкимізді құямыз. Сыр мен қанттың ұнтағының үстіне қанша көлемде керегінің бәрі әдеттегідей описаниеде жазылып тұрады. Бұл кремді біздер торттың арасында, болмаса торттың сыртын жасауға да қолданамыз. Оны сливкиді аз салып және көп салумен екеуінің айырмашылығы бар, көп құюмен. Сливкиді сәл көбірек құйсақ, онда оны торттың арасына ғана қолданамыз. Описаниеде жазылғаннан гөрі сливкиді азырақ құйсақ, онда оған біз торттың сыртын жасауымызға болады. Бұл крем тортқа 18 диаметрлік торттың сыртын жасауға жетеді. Ал егер де шоколадный торт болса, бұл онда жетпейді. Оған бізге 2 еседей крем керек. Қара түйіршіктері шығып кетеді. Және 12-14 капкейкті начинять етуге жетеді. Өте оңай крем. Тек қана абай болыңыздар. Сливки құйғаннан кейін уақыты келгеннен 1 минутта асып кетсеңіздер, сіздерге іріп кетуі мүмкін. Оны қайтадан қолдана алмайсыздар, дұрысталмайды ол. Міне көріп тұрғандарыңыздай жайлап узорлар пайда басталды. Бірінші мен 1-2 минут жай жылдамдықта, одан кейін 3 минуттан аса қатты жылдамдықта жасаймын. Миксерлеймін. Міне миксерлеп болғаннан кейін күректің көмегімен осылай астынан үстіне қарай араластырып, воздух шығарамыз. Байқап тұрсаңыздар, кремнің арасында әр жерінде воздух жүр. Әсіресе бұны кремнің бетіне гүл салсаңыздар, капкейкке гүл салсаңыздар, өте бізге кедергісін келтіреді бұл воздухтар. Гүлді жасап жатырғанда арасында үзіліп қалады, әдемі болып түспейді гүліміз. Міне бәрін 1-2 минутта осылай араластырып тұрып, воздухқа кеткеннен кейін одноразовый мешокқа салып аламыз. Маған ыңғайлысы, көріп тұрғандарыңыздай, осындай ыдысқа миксердің ішіне кигізем мешокты одноразовый. Соның ішіне солай салам. Насадка менде закрытый звезда. Қандай насадка қолдансаңыздар да өздеріңіз еріктеріңіз гүл жасауға. Қандай бар, қандай сіздер жақсы көресіздер, сондай насадкамен қолдана беруге болады. Бұл креммен бәрін жасай беруге болады. Роза жасасаңыздар да болады, боясаңыздар да болады, болмаса сетка жасауға да болады. Әркімнің өзінің фантазиясы. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Жазылып лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Көріп тұрсыңыздар, міне узор қалай салсаңыздар да өте әдемі узорлар шығып тұр. Өте ыңғайлы крем, жасалуы да өте дәмді. Сіздер де жасаңыздар. Тек қана сливкиді құйған кезде абайласаңыздар болды. Қорықпаңыздар. Біз қорықпай бастасақ тезірек үйренеміз.
Міне біздің креміміз дайын. Енді қайда қолдансаңыздар да өздеріңіздің еріктеріңізде. Сіздер де жасаңыздар. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.